Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Зейін баққа ешсіңіз. Жаңа жылға шейдемге сомырттағы шейдем алып келдім. Қажаға бақша кәдімгі ана жерде тау бар негізі биік. Балқан тау деген. Ол да көрінбейді ғой. Біздің жақ бұл аяғы емес, бұл жақ атпаға кетіп қарып берістік сол. Біз Қарқаралыға кетіп қалдық. Жаңа еңдақта дұрыс не жоқ екен. Тасы сұрып жүрді. Шыққанда жүрмей істейді тасы. Қояңызда жүрмей. Жүрген шығар. Мені өтіп. Қарқаралыға бара жатырық. Кеп қалдық қалашысы. Қарқаралы тауы көрінбейді мына жерде. Қарқаралы тауы көрінеді. Бәрі тұманданып тұрды. Қарқаралыға келдік. Ол кезде видеоға түсіре алмаймын. Осы мешіттің дейді маған. Жоқ, Оста. Қарқаралы. Қош мен видеомны Қарқаралының ішін жаттауға шашса ылғи түсіремін ғой. Сондықтан түсірмей қояйын. Шейдем алдым. Артын толтырдым. Мынаның ішіне салатырық. Қайтайық деп тұрық енді. Сағат уже үзіп тойыр болды. Қазір біз барғанша кеш батады. Мал қамау керек деген. Еще балалар үйге тыса кеткенбіз. Дейін деп атып. Ұшыл омыртқаны бірінші ертерек берейін деп атым. Бірінші күн берем. Екісі күні берем алғашысы. 300 кісім бар. Одан кейін тағы шақыратын кісім бар. Сол. Үміттетін адам жоқ. Биыл мен қайнағам көшіп кеткен. Жылда сол кісілер көмектесетін. Магазинге кетті. Отыр машина ішінде. Заттарымды алып, Қарқаралының ішінде. Қазір қайтамыз. Енді бір-екі дүние қалды алатын. Қайту керек. Әжеге күшті әдемі. Жаңағыдарымыз құтты болсын деп. Түсіретін болам әлде. Амандығын берсін деп қайтамыз. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Жаңа жылдарыңызбен. Жаңа жылға дайынбыз. Дастархан жасап қойдым. Мантым пісіп жатыр. Ошол салат істеген жоқпын. Лучше окорочка, не істейін деп, балық істейін деп. Осындай дүниелер істеп қойдым. Дайынбыз, балалар киінді. Шашамыз дайын. Еще торттарымыз бар әлі қайда. Әкелетін дүниелер бар мына жерге. Просто балалар ана жақта один дома көріп жатқанда видеоға түсіріп алайын деп жатырмын. Ертеңнен бастап омыртқаға дайындық. Ертең бәрі уже екісі күні омыртқа шақырған болатын. Бастан бастап салам. Қарқаралыға бар келгеннен бастап. Осы достар, жаңа жылды күшті қарсы алыңыздар. Жаңа жылда жаңа бақыт, жаңа табыс тілеймін. Әрбір отбасы бақыт, денсаулық, құт береке әкелсін осы жаңа жылымыз. Жаңа жылда тек қана қуанышты күндеріміз көп болсын, молшылық болсын, еліміз тыныш болсын деп тілеп қояйын сіздерге де. Сау болыңыздар. Осы видеоның жалғасы омыртқаға дейін болады. Салып қоям. Күшті қарсы алыңыздар. Сартадай келатық. 12 болған жоқ. Балалар шығар болдық. Осындай көзінде өқа. Ой, бәрі көрмейді ме? Берай маған барды. Ау, қанай тауы ма да бабасына? Гаражын оғына барсын. Жер жоқ өтіп кетті. Ағайындар. Қарай. Шоқ қазір. Атыма тұғы. Ура, десеңдер шықшы. Иә. Күшті. Кетті. Ешіп кетті ау, саламат қой. Иә, қарап, давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Болды. Ал достар, бүгін ет асуға да жеттім. Біраз көбігін алып қойдым. Етім қайнап жатыр, жақсы қайнап жатыр.
Қатты емес, ақырындап үстін жауып қойдым. Көршіден не алып келдім? Біздің бачок деген не қойған ғой? Ой, жем нетіп жатыр, бақтырып жатыр қуаны бұқанға. Ондай пирогтар пісіріп қойдым. Пирогым мына жерін жеп бақтырам. Кішкентай қылып, үштілға үшеу. Арпалный салатын істеп қойдым. Сосын шекемді асып қойдым. Бұл жерлерін қазір дұрыстап. Олардың бәрін алып алып тістеймін да. Сосын мына жерде жеке омыртқаларым қайнайын деп жатыр. Мынаның бәріне мән бермеңіздер, ол бүгін жуылатын дүниелер. Ал өзім мына жерге нетіп жатырмын, салат жасап жатырмын. Цезарьдікін тұрап қойып жатырмын, ертең оңай болсын деп. 2 түрлі салат істеймін, 3 түрлі. Соған дайындық мына жердің бәрі творческий қауысып болып жатыр. Мән бермеңіз, ертең жинап аламыз деймін ба бәрін. Мына қазыны қазір тағы бір қазы қосам, 4 қазы қылдырып, ертең обедке кешке ғой. Соны асатын болам. Оларды жеке аспасам, онда сыйған жоқ. Ондай болады. Ал достар, сағат 10 болды түнгі. Мен шай деп еттім десін дайындап қойдым. Ертең салаттарын тұрақ қойдым. Ертең пилкадан жерге ауыстырып қойдым. Салаттарын қойдым. Жаман шыршып тұрмыр ғой. Түнде жаңа жыл тойлағанбыз. Еще таңертең ерте тұрдық. Бүгін күндік жұмыс істедік. Бірден алған жоқпыз. Шамасай болып тұр. Батарейкасы отырып қалды. Өстіп үйдің бәрін дайындап қойдым. Енді ертең аласатын салып, жақсап атқарып алсам болды. Етімді асып жатырмын. Өйткені біздің үй ыстық. Паровойдың бір шелектің өзі үйді ыстық. Ертең етті ассам, кісілер отыра алмай қалады деп, бүгін асып қойып жатырмын. Енді қазыларымды тосып отырмын. Енді 1 сағатта қазым піседі. Оған дейін ұйқы жоқ. Шай жем жасап қойдым ана жаққа. Қайта қайнағамның қызы келген, қайынсіңлім. Әжептәуір көмек болып жатыр. Осы достар. Еще ана жақта тағы бір үстел бар. 3 үстел кісі. Сосын кешкісін тағы бір үстел. Сонда 4 үстел кісі болады. Осы үйінші. Ал достар, сәттілік тілеп қойыңыздар. Сәтін салып, ертең жақсы қонағымды қарсы алуға Аллам нәсіп етсін деп отырмын мен де. Жаман шаршап отырмын бірақ. Ал әзірше қайырлы түн. Мен 1 сағат әлі етім тосам. Ал достар, мен дайынмын. 2 түрлі, 3 түрлі салат ішіп қойдым. Қарсақтарын сақ қойдым. Күн боран бүгін ешкімге берген. Енді сонда да кісілер келіп берді деп ойлаптым. Осы дайындап қойдым. Үстелін дайын. Шулардың бәрін қойып қойдым. Бұл жақта 2 үстел. Бұл жақта тағы бір үстел. Кейін отырсын деп. Жол абой жасырған жерім ғой. Күшті ма? Осылай дайындап қойдым. Етім сорпасын қойып қойдым. Еттерін жылтып алдым. Енді кісілер келеді. Солар тосып отырмын. Сағат 12:30 болды. Қазір жарты сағаттан кісілер келе бастайды. Сол достар. Үйтіп омыртқамды шақырайын деп жатырмын. Тағы түсіретін боламын. Кісілерді бірақ түсірем ба, түсірмеймін ба, ұяламын бірақ түсіруге кісілерді. Көреміз енді. Сап тұр. Шай болды. Мына жерде еттерді сап қойдық. Шай ішіп отыр. Телефон баспай, енді нұржігітті қойып қойдық. Сап тұр деп. Сол енді. Шайға көштік, үйтіп. Бәрі жақсы болып отқан сияқты осы. Біз қонақты бітірдік. Мына 2 қыздың арқасында. Ұялады екеуі. Біреу шешеренкім, біреу қайынсіңлім. Міне. Ер адамдар жақ қалады осы беті. Әйел адамдар жақ міне. Творение такой. Сарқытсау кеткенский.
Жоқ. Кешке ойна. Лотон алып кетті, кешке жай тауып аламыз. Жаңа лото ойнады айтпақшы, оны түсіруді ұмытып кеттім. Мынау мына жақта да тоже тәтелер отырған. Ничего, нормально. 2-3 тарелкадағы печеньем сыймай қалды. Тағы 1-2 затым сыймай қалды үстелге. Кесе қоятын орын жоқ деп қайтарып жіберді. Оның бәрі енді осы үшеумізге қалды. Кешке тағы бір үстел қонақ. Оны да бітірерміз. Сол достар, лайк, комментарий жазып отырыңыздар, қолдап. Сау болыңыздар демеймін, қазір тағы видео түсірем. Ал достар, бағана бірінен бітті ғой, мынау екіншісі. Бір ұмытқан бітірдім, мынау екіншісі. Қазір өшірем. Мынау мен алысып жүр. Ұйықтайды деп. Әзірге стакандарын қойдым, бағана апаларға, ағалар болған соң стакан қойған жоқпын, ол кісілерге ыңғайсыз, біздің ауылда қоймайды. Қазір мынандай бір үстел жасап қойдым, 14 адамға. Жұмыстан ол кісілер 9:30-да келеді, сонда где-то 10-нан кете келеді осында. Мен шаршап отырмын. Ұйқым келіп отыр кәдімгідей. Түнде өзім бірдің кезінде ұйықтағам, таңертең 6-да тұрдым. Алма сен. Қайта алып тастадым. Әлі сағат 7. 3 сағат тосуым керек. Сосын салаттарды нетем. Салам. Етті қазір турап берем. Турайым. Етті дайындап қойдым. Чухананы жайып қойдым. Сол достар, енді кезек кісілердің келуінде шайды бәрін жасап қойдым. Бағана 2 қағаз тез атысымды жуып, түгел шайымды жасасып кетті. Жақсы болды. Қойынар келді. Вилканы қойып қой. Мен шаршам мынандай әдем болып тұр. Қуатпа шаршаны. Мынандай көріп тұр. Қашың кім? Көк. Енді түсіре аламын ба, түсіре алмайым ба білмеймін, көреміз енді. Өйткені кәдімгідей өзім шаршап отырмын. 3 сағатқа дейін әжептәуір уақыт бар. Одан ол кісілерге кейінгі уақыт бар. Қазір бұдан видео түсіріп алайын. Ал, сәлем достар де. Қарап айт. Сәлем. Ал достар, Навалада ұйықтамай отыр. Мен таңертең 6-да менімен бірге тұрған. Екінші үстел бітті. Бірінші үстел де бітті. Жастар жағы тарқады. Мынаны чуданың бәрі маған қалды. Мынаны бәрін реттеуді етсіңіз. Ұйқым кеп тұр, сағат уже 2-ден кетті. Мынаның бәрін жинаудың өзі қайда жүр. Балалармен келген, мына жақтың бәрі шашылып отыр. Енді осының бәрін жинап, мына жақтың бәрін жинау керек. Қазір енді где-то 5-ке дейін жинап алып жүрмін деп тұрмын енді. Ал достар, сіздермен болған Асылбек айқымыз деп істейсі сау отасыр. Мен бәрін жеке-жеке тұсқа салып, реттеуімізде жүптәуір жұмыс болайын деп тұр. Жастарға домалақ үстелге жасай салдық. Мен үстелді кіргізуге уақыт болған жоқ, биік үстелді. Сондықтан осыған жасай салды. Достар, сіздермен болған Асылбек айқымыз. Лайк, комментарияларың үшін рахмет. Осымен жаңа жыл мен омыртқаның жыры бітті. Енді тағы бір үстел қонағым бар. Соны шақыратын болам. Сосын ал амандығын берсін, енді қыстан шығу қалды.